нақты белгілерін айтатын болсақ, лудомандардың қандай белгілеріне қарай оларды аңғаруға болады деп, бұны жаңа төртке бөлуге болады: психологиялық, әлеуметтік, физиологиялық және экономикалық жағынан. Психологиялық жағы оның агрессияға ұшырауы, депрессияда болуы, ұрсуы, жаңағыдай конфликт тудыруы, оның психологиялық жағынан айтамыз. Немесе манипуляция жасайды кейбір адамдар. Ал әлеуметтік жағынан айтатын болсақ, жанжалдасу, үйінде жанжал көтеру, қазіргі заманда ажырасуға дейін барып жатыр. Достардың арасында жанжал, сенімсіздік пайда болғандықтан. Ал енді физиологиялық тұрғыда айтатын болсақ, бұл жерде ұйқысыздықтың пайда болуы. Одан кейін дұрыс тамақтанбағандықтан, салмақ жоюы, әртүрлі денсаулығының, дертке ұшырауы болып табылады. Ал экономикалық тұрғыда қаншама жинаған, терген қаржысын, ойынға салу, ойынға жіберу деген сияқты, сол жағынан байқауға болады. Қандай жас мөлшеріндегі, неше жастағы адамдар көбінесе осы ойын құмарлыққа бейім? Бұл жерде жас ерекшеліктер, жас өспірімдерден бастап ересек адамдарға дейін, зардап шегуде деп те айтуға болады. Ал біздің орталық 18 жастан басталып, ересектерге арналғандықтан, бізде 18 жас пен 50 жас арасында көмек алуда психологиялық тұрғыда. Негізі 18 жасқа дейін де ойын құмар балалар болады? Болады, ол кішкентай балаларда да бар, телефон арқылы, мысалы, бұл тәуелділік, ойын құмарлық дейміз, ол тәуелділікті тудыртады. Ол жерде күнделікті телефонмен ойнау арқылы, компьютермен ойнау арқылы белгілерді мысалы байқаймыз. Сонда мысалы қазір былай қарап отырсаңыз, екінің бірі балалардың телефонға телміріп отырады. Солар болашақта қазіргі біздің жасымыздағы, бізден сәл ересектеу адамдар, ол кезде бізде телефон соншалықты көп болған жоқ қой. Айта аламыз ба, сол балалар келешекте ойын құмар болып кету әбден мүмкін, телефонға тәуелділіктің салдарынан? Бұл жерде нақты тұжырым айта алмаймыз. Неліктен? Өйткені мүмкін. Неліктен мүмкін? Өйткені қазір кішкентайынан тәуелді бала, егер де оны дұрыс салаға, дұрыс жолға бұрмаса уақытында, ол мүмкін болып кетуі. Ал егер уақытында тәрбиеге байланысты ата-анасы ойын құмарлығын, тәуелділігін, басқа спорт саласына, немесе басқа дамытатын ойындарға бұратын болса, шахматпен ойнау, немесе тағы да басқа ойындарға, немесе өзіне қажетті бір білім жағына, кейде балалар білім жағынан қызығады. Егер де уақытында тоқтататын болса, уақытында дұрыс бағытқа бұратын болса, онда бұл лудоманияға ұшырамауы өте мүмкін. Енді осы ойын құмар адамдардың ішінде көбінесе әйелдер дейін ба, жоқ ер адамдар? Егер нақты айтатын болсақ, біздің өзіміздің орталықта ер адамдар келіп қаралуда. Ал егер де жалпы айтатын болсақ, қазіргі ақырғы уақытқа байланысты әйел адамдарда кездесуде. Өйткені, мысалы, мен жеке тәжірибеме келіп сүйенетін болсақ, маған, мысалы, айтайықшы, 10 адамның 6-ы, 5-еуі, отбасынан түскен ұсыныстары. Мен әйелім осындай ақшаны тігіп жатыр, ақша кетіп жатыр, миллиондап, 5 миллион кетті, 7 миллион кетті, мен ажыраса алмаймын, ол менің отбасым, қандай көмек істеуге болады деп, жолдасы келіп неткені бар. Әйелдерде бар деп айтуға болады. Бірақ қаралуға көмекке келген